Варенье дейсіздер ма, компот, варенье, оның бәрі тәтті нәрсемен жүреді. Тәтті нәрсемен жүргендіктен, оның барлығы өзінің қасиеті жойылады. Ішіндегі керекті заттардың бәрі жойылады. Жалпы бізде пайдалы нәрсенің барлығы 60 градустан кейін жаңағы жойылып кетеді. Ондай қажет не жеудің? Қажеті жоқ, ол просто бізге калория береді, бізге зиянды нәрселер береді. Қанттың зияны екенін барлықтарыңыз білесіздер. Оның механизмін тағы да айтармын мен кейін. Міне бүгін мынау көршімізден бір шелек вишня алып жатырмыз. Өйткені өзіміздің вишня биылғы білмеймін әйтеуір шықпай қапты. Жалпы бұл ең бағаланбаған жидек негізінде. Кардиологтар айтады, кешке таман бір уыс вишня жеп жатсаңыздар дейді, мынау жүрегіңізге таптырмас пайда. Себебі бұның құрамында калий, витаминдер, антиоксиданттар өте көп. Тамырдың қалыптасуына өте жақсы. Яғни мен бұны не істеймін? Қазір осыны жуып, әрқайсысын бір 500-700 граммдап пакеттерге салып, магазинге салып қоямыз. Қазір енді онсыз да бізде жеміс-жидектер жаздың күні көп. Ал осы күз айынан бастап біз мынау үйде қарт адамдар бар, өзіміз бар, жаңағы кешкі тамақтан кейін әрқайсысына бір уыс болатындай табаққа жаңағы разморозка жасап осы жерге қойып қоямыз столдың үстіне. Ұйқыға өте әсері мықты. Мелатониннің табиғи көзі, асқазан ішек жолдарына жақсы, яғни мына шлактарды шығуына, мынау слабительный эффекті бар, слабый мочегонный эффекті бар, иә. Анемияға әсіресе жақсы, гемоглобинді жақсы көтереді. Себебі бұл жерде витамин С және темірдің көзі. Осыны біз мысалға балаларға көптеп қазір беруімізге болады. Мына қазір айтып жатқаным, себебі мына қазір сезон өтіп кетеді, сіздер бірден осы қазір сезон болып жатқан кезде осыны алып жаңағыдай жуып магазинге салып қойыңыздар. Өйткені бұл ең мықты жидек. Сонымен қатар мына салмақ түсірушілердің диетасы болады, солардың диетасына да кіреді. Өйткені бұның калориясы жоқ, бірақ адамды тойымды қылып тұрады да, салмақ тастауына, гормондарына әсер етеді. Сонымен қатар қант диабетінің екінші түрінде біз бұны диетасына да қосамыз. Себебі бұл инсулиннің сезімталдығын күшейтеді. Енді болса да әр нәрсенің қарама-қарсы жағы да болады. Бұл қышқыл болғандықтан мына тісіңіз егерде чувствительный болса, немесе асқазан ішек жолдарыңызда эрозия, гастрит, язва болатын болса, бұл кезде де шектеп жеу керек, немесе тамақтан кейін жеу керек, иә. Щавелевая кислота дейді, мынау мысалға көптеген мысалға сілтілік суларды аз ішетіндер, жалпы суды аз ішетіндер қышқыл нәрсені көп жей беруіне де болмайды. Өйткені оксалаттар бүйректе тұз пайда болуы мүмкін. Вишня алмасаңыздар, базарға барып вишня алып қойыңыздар. Ең арзан жидек. Кеше біз көргенімізде килограмм 500 теңгеден тұғын.